Бәріне сәлем. Бүгінгі сабақтарда біздер Django-дағы Content Types-ты кодта реализациясын жасайтын боламыз және біздер like қою функционалын жасаймыз. Ол үшін кодымызға өтейік. Кодымыздың ішінде posts қосымшасының ішінде urls py файлына өтеміз. Осы жерде біздерге likes деген row ашу керек. Сол үшін мысалы соңғы row-ды көшіріп алып likes деп өзгертіп, оған likes-қа viewset-ті беру керек, яғни like viewset. Бұл viewset бізде жоқ, сол үшін оны құрастыру үшін енді views файлына өтеміз. Файлды сақтаймыз. Views файлына өтеміз. Views файлына өткеннен кейін класс like viewset деп viewset-ті ашамыз. Және viewset деп viewset классын шақырамыз. Ал permission classes деп permission classes-тың ішіне біздер permission-нан REST framework-тың isAuthenticated деген классын шақырамыз. Шақырдық. Енді келесі toggle like деген row ашамыз. Сол row-тың ішінде like қойылу функционалын жасайтын боламыз. Ол үшін def toggle like деп жазайық. Ол класстың ішінде бізде self және request болады. Request объектісі, яғни сұраным объектісі және сериализаторлар жазамыз. Алдымен бұл бізде action болады, сол үшін оған декораторын берейік. Action методы post болады және detail false болады, яғни біздер оған likes toggle like деген жол арқылы қол жеткізетін боламыз. Енді бұл API-дің ішінде сериализаторды шақырамыз. Бұл жерде бізге like сериализатор керек, яғни датаның ішіне request, яғни сұранымнан келетін деректер және тағы контекстті бірге беріп жіберсек болады. Data, контекст. Ал контекст біздерде dictionary, яғни осы біздің сұраным объектісін береміз. Ол бізде артынан авторизацияланған адамды көрсету үшін керек болады. Және біз ол сериализатор тексереміз. Serializer is valid, raise exception. Егер сериализаторда қате шыққан жағдайда осы жерден кодымыз тоқтайтын болады. Егер бұл жерден кодымыз өтетін болса, барлығы жақсы деген сөз. Сериализатордың деректерін сақтаймыз. Save. Және біздер response деп жауабын қайтарған кезде жай ғана кез келген нәрсе қайтарсаңыздар болады. Like қосылды деген мынандай хат қайтарсақ та болады. Және осы хаттың статусын береміз. HTTP 200 ок дегенді білдіреді. Яғни біздерде мына жерден өтсе, онда бұл сәтті like қойылды дегенді білдіретін болады. Бізде мына жерде енді like сериализаторы жоқ. Енді соны жасауға кірісейік. Ол үшін serializer spy файлына өтеміз. Және мына жерге жаңа класс ашамыз. Класстың аты like serializer. Жаңағы viewset-та бергендей жазамыз. Және бұл сериализаторды біздер енді модель сериализатордан мұрагерлік емес, біз өзіміз жаңадан сериализатор классын жаңартып шығамыз да, сол сериализаторды қолданатын боламыз. Ол үшін serializers модулінен serializer классын шақыратын боламыз. Және оның жолдарын толықтай жазып шығу керекпіз. Бұл жағдайда біздер object ID сұраймыз. Бұл қандай да бір integer field, яғни бір бүтін санды білдіретін болады. Өзіміздің блок схемадан суреттен көргенде object ID сұраймыз.
Және келесі модельді сұраймыз. Бұл модель қай модель екенін білдіретін болады. Serializers және бұл choice field деген жолды шақырамыз. Яғни қандай да бір жолды таңдау керек болады. Біз мысалы осы жерде пост немесе комментарий соны таңдайтын боламыз. Яғни бұл choice fieldта choices деген атрибут бар. Осы атрибут пост немесе коммент болу керектігі туралы ақпарат береміз осылай. Және үшінші біздің сұрайтын нәрсеміз ол like type. Like type деген біздерде сериализатордағы like қойылған сериализатордағы like немесе dislike түрін таңдау. Бұл жерде біздерде тура сондай choice field болады, және choice'тің ішінде like және dislike деген екі жол тұратын болады. Енді келесі біздер осы объект ID-дің валидациясын жасайтын боламыз. Ол үшін validate методын шақырып, оның үстінен жазатын боламыз. Мына жерде data деген ол жаңағы request dataдан келетін деректер. Біздер осы жерде алдымен класс алу керекпіз. Model класс дейік. Бұл бізде models post болады. Егер біздердегі деректердегі модель деген жол post деген сөзге тең болса, ол модель post алады. Басқа жағдайда ол comment деген модельді алатын болады. Себебі бізде екі ғана модельден тұрады. Егер мына жерде сіздерде choices көп болатын болса, оны dictionary арқылы жасауға да болады. Мысалы models класс осылай post болған кезде post моделі, ал егер comment болған кезде comment моделі, және осы жерден data model деп аласыздар. Немесе осылай да қалдыра салсақ болады. Бірақ мынаны әзірше алып тастайық. Мен мынандай түрмен жазатын боламын. Келесі біздерге get or 404 деген шорткатты пайдалану керек Django-дағы. Яғни біздер объекттің бар жоғын тексеретін Django-ның функциясын шақыратын боламыз. Ол үшін жоғарыға барып from Django shortcuts import get object or 404 деген шақырамыз. Және астыға түсемізде сол get object арқылы біздер объектіміздің бар жоғын тексереміз. Бұл жерде бірінші параметр ретінде оған классы береміз, яғни model класс. Бұл бізде мына post немесе комментарийді білдіреді. Және екінші primary key деген жерге data object ID-ді береміз. Яғни осындай объект бар ма, жоқ па, соны тексеріп беретін болады. Және біздерде осылай валидация өтсе, біз датаны кері қайтаратын боламыз. Келесі, енді like сақталған жағдайда не істеуіміз керек, соның логикасын жазайық. Ол кезде бізде save деген метод шақырылатын болады. Осы save деген метод шақырылған жағдайда біздер алдымен валидациядан өткен деректерді алып аламыз. Бұл яғни self деген осы класстың ішінде validated data деген айнымалы бар, осыны аламыз. Алдымен бастапқы шарттар болу керек, яғни like'ты сақтау үшін біздерде қандай класс, қандай объект, сол туралы ақпарат болу керек, соны жинап аламыз. Мысалы класс үшін жаңағы dictionaryмен жасайтын болсақ, models class mapping деген айнымалы ашайық. Осы айнымалының ішінде post, егер бұл post моделі болса, comment, егер бұл comment моделі болса, осында айнымалыны қайтаратын болады. Енді біз бастапқы шарттарды жасап алдық. Енді классты шақырамыз. Model класс бізде model класс mappingтің ішінен валидациядан өткен деректерден model деген ролды шақырып, сол model класс mappingке беретін боламыз. Және үшінші біздерге content type объектісі арқылы модельді алу керек болады. Мысалы content type'ты біздер былай аламыз. Осы жерге дейін тест жасайтын болсақ, мысалы print тегті барлық validated data деген деректерді көрсек болады. From pprint import pprint дейміз. Бұл яғни тек объектілерін әдемі көрсетуге арналған.
және print деп model классы да print жасасақ болады. Және мысалы мына жерде қандай да бір қатені қайтарып жіберейік. Сол кезде біздің кодымыз сынатын болады. Енді әзірге осы жерге шейін тест жасап көрейік. Мен ол үшін серверімді қосам. Python manage by run server. Мына жерде қате шығарып тұр. Сол қатені апарып жөндеп тастайық. Постының ішінде text already registered деп тұр. Енді бұл жерде бізде URL-сының ішінде қате сияқты. Мына жерде text атын беріп қойғанбыз. Осының орнына likes деп береміз. Енді жасау керек бұл. Міне бізде жасады. Енді Postman ішінде жаңа папка ашайық. Жерге жаңа біздерге сұранымды сипаттап жасайық. Мысалы, create таққа duplicate жасап, likes-ның ішіне қойып, бұлай біз қайта-қайта қолдан толтырып отпау үшін жасаймыз. Likes toggle like деген объект көретін боламыз. Ал оның денесіне, бұл сұранымның денесіне біздер жаңа сериализаторда сұраған деректерді береміз. Мысалы, viewSet, like serializer, міне мына 3 деректі беретін боламыз. Объект ID, ол үшін біздер қандай посттар бар, соны көріп шығайық алдымен. Моделге пост тек, яғни біз алдымен қай модельге лайк қоямыз, соны анықтап алайық. Like type'ты like дей салайық. Так, object ID мысалы postsқа барамыз. List posts деп көрейік. Ол үшін алдымен токен алайық. Мысалы IDOS болып токен алам. Және list posts деп жасайым. Міне бізде қандай да бір 7-ші пост бар. Өте посттар көп. ID 7 деген постқа лайк қойып көрейік қазір. Бұл лайкты қойғаннан кейін де мына жерде ол лайктың саны шығып тұру керек. Сол үшін біз оған да сериализатор жасайтын боламыз алдағы уақытта. Сонымен, так, мына жерде toggle like деген API болатын болады. Object ID бізде 7. Енді сұранымды жіберем. 500-ші қате. Себебі бұл мен өзім raise exception деп қатені шығарып қойған болатын. Енді ол қатеге деген қандай деректер бар, соларды оқып көріп жіберейік. Міне бізде мынандай базаға сұранымдар жасалып жатыр, және одан бөлек like type, міне мынау менің validated data, яғни мына жерде қойған деректерім шығып тұр. Validated data деген like type like, model post, object ID 7. Және класс міне post классы екені көрініп тұр. Ал егер мен comment дейтін болсам, ол үшін комментарийлерге барамыз. List comments. Қандай да бір төртінші комментарий бар. Осыны алайық та, осыны лайк қойып көрейік. ID 4, модель comment болады. Тағы да солай қате шығарады. Бірақ мына жерде мұны базаға сұранымдардан кейін like type like, model comment, object ID 4 және класты comment екенін көріп тұрмыз. Яғни бәрі біз ойлағанда жасап тұр. Енді ары қарай кодымызды жалғастыратын боламыз. Біздер лайкымызды құрастыру үшін былай жасаймыз. Return, сосын like. Мына жерде лайктың моделіне импорт жасайық. Яғни ол models'ның ішінде models, like, objects, create themes. Және user'ден бастап беретін болсақ, біз self, context, және осы контекстің ішіне request деген объектін аламыз. Себебі біз оны views'та беріп жатырмыз. Міне былай. Осы request'ті алып, request'ің ішіндегі user деген, яғни авторизацияланған user'ды алатын боламыз. Келесі бізде object ID.
object ID-ді біз validated data object ID деген жерден аламыз. Және келесі like type. Бұл да бізде validated data like type деген жерден алатын болады. Және соңғы нәрсе біздерде content type беру керек. Content type. Бұл content type-қа біздер content type деген класты, модельдің класын беру керекпіз. Және жақшамыз жабамыз. Яғни мына жерге не қоямыз, сол бізде белгісіз. Сол үшін осы content type моделін жазайық. Яғни мынаның орнында бір content type деген айнымалы тұру керек. Яғни осы модельдің класы. Біз ол үшін, яғни like моделіне өтіп, осы content type объектісін көрейік. Ол міне content type деген модель. Осы модельге арнап біз жаңа айнымалы ашайық. Ол яғни content type тең болады. Осы модель шақыратын боламыз жоғары жақта. Ол біздерде Django contrib content types models import content type деп алатын боламыз. Яғни content type деген модельді алып, осыған айнымалы жасаймыз. Content type'ның ішіне жақшамызды ашып, жаңағы модельге арналған классымызды беретін боламыз. Content type objects. Осы get for model деген функция бар. Осы функцияға модельді беретін боламыз. Бұл модель біздерде model class. Яғни қай модель үшін біздерде content type болып жатыр, сол модельді беретін боламыз. Былайша айтқанда осымен болды. Енді лайкымызды ары қарай жасай берсек болады. Лайкымызды қойып, мынаны сақтаймын. Енді бірден посттарға арналған лайктар жасап шыға салсақ болады. Мысалы, біздер посттардың тізімін алған кезде, оның ішінде лайктардың саны көрініп тұратындай жасағымыз келеді. Міне, мысалы, жерде автор, оның сипаттамасы, посттың сурет, тағы да басқа нәрселердің қатарына біздер нені қосқымыз келеді, жаңағы лайктардың санын немесе дизлайктардың санын қосқымыз келеді. Так, егер біздерде қате лайктың моделін беріп қойсақ, мысалы reels деп, онда міне біздерде валидациядан бұл жері өтпейтін болады. Немесе reaction деген сияқты бір жаңа бір нәрселер беріп қойсақ, бұл жерде валидациямызды ескертіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, коммент пен посттан бөлек еш нәрсе таңдай алмайсыздар. Яғни біздер қазір бірінші 7-ші постқа лайк қойып көрейік. Яғни біздерде сәтті хатымыз қайтты, like toggled successfully деп шықты. Бұл яғни біз жаңағы постқа лайк қойдық деген сөз. Енді list posts деген жерде осының лайкын көретінде етіп жасайық. Ол үшін біздер views, posts деген viewsқа барамыз. Және постты қай сериализатор шығарып тұрғанын көрейік. Міне, post serializer бізде қайтарып тұр екен. Бізде мына жерде листқа сериализатор жасамаған болатынбыз, соны жасайтын уақыт енді келді. Мысалы, elif темізде self action, егер ол list дегенге тең болса, біз онда постты алуға list сериализаторын шақыратын боламыз. Serializers. Және осы жерде list post serializer. Serializer деген класс шақырамыз. Бұл класс, бұл сериализатор бізде жоқ, сол үшін оны құрастыруға өтейік. Класс list post serializer. Бұл serializers, model serializer'дан мұрагерлікке алады, және оның ішінде likes деген жол болады. Бұл постта қанша лайк бар екендігі туралы ақпарат. Serializer method field деген классқа теңестіреміз, және dislikes. Ол да солай. Және біздер қандай тегтар бар, соны да көрсетіп қойсақ болады. Яғни
text serializer mini true дейміз. Ал мета классын ашатын болсақ, оның ішінде моделімізді береміз. Ол postқа тең және fields. Бұл қандай жолдар қамтиды, соны жазатын боламыз. Яғни міне ID, автор, description, image, құрастырылған және өзгертілген уақыттары соны қойып, және like, dislike, text деген 3 жол болады. Енді осы лайктарды және дизлайктарды алатын екі функцияны анықтап жазу керекпіз. Ол біріншісі get likes, ол self likes объект алады. Объект дегеніміз осы посттың объектісі болып есептеледі. Мына жерге типизациясын қосып қойсаңыздар да болады. Бұл integer қайтарады. Бұл яғни content type объектісін шақыратын болсақ, post модель үшін return models like objects filter дейміз. Және біздерде object ID осы объекттің ID болады. Фильтрация жасаймыз. Content type'ға content type'ті береміз. Like'тың типі like болу керек. Және осының қанша саны бар, сонша қайтарсын деп береміз. Яғни осы постта қанша лайк бар екенін осылай алатын боламыз. Және тура осылай dislikes'тың функциясын жазып шығайық. Мынаны осылай қоямыз. Мына жерге тек dislikes деп өзгертеміз. Болды. Кодымыз дайын. Енді посттарды get жасаған кезде бізде шығу керек. Так, мына жерде жоқ. List post serializer дегенді мына viewset'нің ішіне қосқаннан кейін сақтаймыз. Кодымызды тексереміз және сұраным жібереміз. Міне көргенде likes-та бізде 1, dislikes 0. Енді тағы да лайктар қосып көрейік. Мысалы 5 рет па? Лайк бастым. List постқа өтем. Лайктың санын қарайым. Міне 5. Басқа посттарда 0 лайк. Бұл бір жағынан дұрыс емес, себебі бір адам бір постқа тек қана бір рет лайк баса алу керек. Енді соның логикасын жасайтын боламыз. Енді сериализаторымызға қайтып оралайық. Міне мына жерде біздер тексерістер қою керекпіз. Егер біздерде лайк бар болатын болса, ол 2 рет басылмау керек. Сол үшін біздер былай жасаймыз. Existing like деген тексеріс қойып, қандай да бір. Ол models like, яғни осындай create деген сияқты болады. Бірақ мына жерде filter деген методын шақыратын боламыз. Біз осындай фильтрация жасап, осындай лайк бар ма, жоқ па, соны тексеретін боламыз. Біздерде first деп бірінші объектісін алатын боламыз. Адамның лайктарының санындағы. Енді мынандай логика, адам бір рет басқан кезде лайк қойылады, ал тағы бір рет лайк қоятын болса, лайка алынатын болады. Біз сол логиканы жазып шығатын боламыз. Және тура солай дизлайк қойған кезде дизлайкы да алынып қалу керек. Енді соны жасайық. Мысалы, оны жасау үшін біздер мына объектті құрастырмай тұрып тексеріп аламыз. Егер осындай объект бар болса, онда біз оның типін тексереміз. Existing like type. Осы біздерде біз беріп жатқан лайкпен бірдей болатын болса, онда біз ол лайкты кетіріп тастау керекпіз. Себебі ол лайк бізде базада бар, ол лайкын алып жатыр деп түсінеміз адам. Сосын return none деп қайтарсақ болады. Және екінші жағдай. Егер біздерде лайк түрі, валидацияда лайк түрімен сәйкес келмейтін болса, мысалы адамның лайкі бар, бірақ ол дизлайк деп қойып қалған болса, онда біздер оның лайкының үстінен жазып тастасақ болады. Existing like type'қа осы валидациядан алынатын like type'ті қоямыз. Және existing like дегенді сақтаймыз. Және осы лайкты қайтаратын боламыз.
міне логикасы қарапайым шықты. Яғни адамның лайкі бар болып тұрып дизлайк қоятын болса, оның лайкын алып тастаймыз да дизлайк деп сақтаймыз. Ал дизлайк болып тұрып лайк басатын болса, дизлайкты алып тастаймыз да лайк деп сақтаймыз. Ал егер екеуі де болмай лайк болмаса, ол міне жаңадан сақталатын болады деген сөз. Так, осылай жасау үшін алдымен лайктарды тазалап алу керек шығар. Себебі біздер бір адам болып 5 рет лайк қойып тастадық. Немесе қазір тағы да лайк қойып көрейік. Не болар екен? Міне лайк қойдық. Енді посттарды тексерейік. 4 лайк қалған дейді. Мен осылай тағы да 4 рет лайк басып шығалам екен. Сол кезде міне лайк істеп біреу қалды. Енді мысалы тағы лайк басатын болсам, оның лайкі алынып қалатын болады. Міне лайкі алынып қалды. Ал егер мен дизлайк енді тағы да лайк бассам, ол лайкқа ауысады. Так, оны тексерейік. Міне лайкқа ауысты. Енді мен дизлайк қоятын болсам, ол адамның дизлайкі лайкының саны ауыспады, дизлайкқа ауысты. Так, осы жерде бізде қателік бар деген сөз. Біздер яғни оның дизлайкқа және лайкқа бөлек-бөлек объект құрастырылып кеткен. Сол үшін ол тек біреуін ғана алу керек деген сөз. Яғни мына лайк тайпты ескермеу керек деген сөз мына жерде. Лайк тайпты алып тастаймын. Енді көрейік. Мысалы лайк деп басам, сосын лист пост дейміз. Яғни мына дизлайк 0 болып, лайк 1-ге тең. Енді келесі мысалы дизлайк басатын болсақ, мына жерде лайк 0-ге тең болады да, дизлайк 1-ге тең болады деген сөз. Ал егер тағы дизлайк 1 рет басатын болсақ, так, онда міне дизлайк кетті. Бұны біздер енді постқа тексеріп жатырмыз. Енді осыны комментарийге тексеріп көрейік. Так, комментарийге тексеру үшін list commentsқа барамыз. Міне мына жерге біздерге лайктардың санын шығару керек болады. Біздер осылай бірінші view setімізға барамыз. Және мына комментарийлер тұрған сериализаторларды көріп жіберейік. Так, serializer класс, comment serializer. Create comment serializer. Міне листта бізде анық көрсетілмеген екен. Сол үшін біздер былай жасаймыз. Жоқ, міне self query set. Бізде яғни дайын тұрған. Жоқ, бұл query setке мына жерде біздер комментарийге жаңа сериализатор ашамыз. Яғни list comment serializer деген класс ашу керекпіз. Ол үшін post serializerге барамыз. Және мына create насын ашып салсақ болады, немесе update насын ашып салайық. Так, list comment serializer. Ол comment serializerді мұрагерлікке алса да болады. Тек ода жаңа жолдар болатын болады бізде. Ол жаңа жолдар мына list post serializerдің жолдарына ұқсайды өте. Так, біздерге text деген керек емес. Және бұл жолдарды метада қосу керек енді. Бұл жерде comment serializer, meta және fields-та бірінші comment serializer meta fields. Бұл fields-тардың типін қараймыз. Яғни бұл tuple объектісі. Біздерге tuple объектілерін біріктіру үшін оны бір-бірлеріне қосу керекпіз. Қосамыз да жаңа жол likes және dislikes деген екі жолды қостық. Және соңынан мына екі нені көшіріп алсақ болады. Екі методты көшіріп алсақ болады. Осы list комменттің соңына қоятын боламыз. Класстан кейін екі жол тастаймыз. Класстардың арасында екі жол болу керек. Сериализаторымызды жазып шықтық. Енді тексеріске өтейік. Серверіміз жасап тұр. Енді list comment істеймін. Мысалы міне
мысалы міне мына 4-ші ID-дағы комментарийге лайк қоятын боламыз. Like toggle дейді. Міне базаға қандай сұранымдар кеткенін мына жерде көрсеңіздер болады. Міне insert деген бір ғана жол өзгерді. Так, ол жерде біздер көріп отырмыз міне. Түрі дизлайк дейді. Біз дизлайк қойып жібердік, байқамай. Лайк қойайық. Так, мінекей. Set user 2, content ID, object ID 4, like type. Біз міне мына жерде құрастырылған бағыттар. Міне түрі like дейді. Енді соны list comments-ның ішінен көретін болсақ, likes 0 деп тұр. Так, неге олай? Мына жерде сақтаған болатынбыз. Бұл жерде біз пост моделін шақырып жатыр екенбіз. Бұл дұрыс емес, біз comment моделін шақыру керекпіз. Енді қайтадан листті көрейік. Ал сақтаған кезде бізде бұл бір сериализатор арқылы сақталатын болады. Сол үшін мына жерде барлығы дұрыс негізі. Барлығы дұрыс болу керек. Тек мына жерде коммент екендігін ескеру керек. Ендеше қайттан көрейік. Барлығын жаңадан бастап toggle like деп жіберем. Комментарийлерді алам. Міне бізде 4-ші ID-дағы комментарийге бір лайк қойылды деген сөз. Ал егер оны дизлайкқа ауыстыратын болсақ, list comments көріп тұрғанымыздай ол дизлайкқа ауысты. Яғни біздер бір ғана сериализатор көмегімен енді болашақта көптеген модельдерге лайк функционалын енгізіп кете берсек болады осылай. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, біздер лайк функционалын жасадық. Яғни лайк қою, дизлайк қою, постқа да, комментарийге де жұмыс жасаған постман арқылы көз жеткіздік. Яғни бірінші URL-стан бастайық, лайксқа арнап бөлек мынандай viewset аштық. Келесі біздер viewset ішінде посттарға list post serializer аштық, және мына жерде комментарийге де list comment serializer дегенді аштық. Ал лайкқа бөлек міне like viewset'ін аштық. Оның ішінде toggle like деген API-ді жасап шықтық. Бұл API яғни лайк қою функционалын толықтай қамтып тұр. Яғни ол мына сериализатор арқылы жұмыс жасайды. Бізге ең қызығы осы сериализатор. Осы сериализатордың ішіне кірсек, осы модельдерді алып, оларға валидация жасап, және оларды сақтау логикасын, сақтаудың бизнес логикасын жазып шықтық. Және мына жерде бізде көріп отқандай лист, посттардың тізімін алуға арналған сериализатор, яғни посттардың тізімін лайктардың мен дизлайктардың саны арқылы алу. Және екіншісі бізде комментарийлердің лайктар мен дизлайктардың саны арқылы алу. Және list comment serializer деген біздегі комментарийлердің тізімін алу, олардың тізімін лайктар мен дизлайктарының санымен бірге алуға арналған сериализатор. Оны да репозиториямызға қосамыз. Add like. Яғни біз лайк қою функционалын жасадық. Осы өзгерткен өзгерістерімізге commit қоямыз. Commit жасаймыз да репозиториямызға саламыз. Енді қашықтықтағы репозиториядан тексереміз. Міне түсті. Бұл сабақта біздерде көптеген оптимизациялық желілерден кемшіліктер болуы мүмкін.
бірақ бұлар оңай шешілетін кемшіліктер болып есептеледі. Біздер маңыздысы осындай қиын функционалды оңай жазып шықтық. Архитектуралық тұрғыда пост және комментарийдің лайктарын барлығын бір жерде сақтау үлкен артықшылық береді. Себебі біздерде болашақта жаңа мысалы хаттарға лайк басатын немесе тағы да басқа функционалдар жасасақ, осы модельді осы API-ді пайдаланамыз, яғни ол оңай өзгертілетін болады. Енді сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.